пікір естіп қалдым да, осы Пиндода ең жаңағы қалдықтардың ең нашарларын сатады деген сияқты, солай ма? Біз өзіміз қазақпыз ғой, жақсы көреміз ондай түрлі-түрлісімен. Бұлар оқсас. Көрдіңіз бе? Bir қатары, bir падоны бәрі оқсас. 500 набор бір түстен алып, оны ертең сатылмай қалса, тұрып қала ма деп. Қойған заттары ма не? Видеозаны қосшы. Мынау керек. Мынандай ма? Өте арзан нәрседен өте қауіптену керек, сақтану керек деп жатыр да, шыны керек. Бүгін Жұлдыз ханыммен кезекті заводқа келе жатырмыз. Гуанчжоудан 3-4 сағаттық жол екен. Жұлдыз ханыммен арнайы келдік. Осы жерде қаланың аты қандай аты? Чаожоу деген қала. Шыны ыдыстарға арналған, өндірісіне арналған қала екен таза. Қазір сол шыны ыдыстардың, ыдыс-аяқтардың заводына бара жатырмыз. Жұлдыз ханымның келісім шарты бар, сөзі бар. Соны сол жерде бастан аяқ көріп, тауарларын бәрін қыр-сырмен танысатын боламыз. Бір затты табу үшін керек болса келіп тұрасыздар осы жерде, иә? Ол завод өте көп. Біздің вкусымыз, мысалы, Қазақстанның вкусына келетін заводтар санаулы ғой. Сол үшінге ана заводқа барамыз, мына заводқа барамыз, бәрі заводты тек көріп, складына көру керек. Нақзат бар ма, или заказ керек па? Заказ болса, онда міндетті түрінде объем болу керек. Ал нақзат болса, объем азырақ болса да алуға болады. И оның упаковканы тексеру керек. Бізде көбінесе заводтан шыққан заттардың бәрінде жазу болмайды да, анандай коричневый, кәдімгі бұрынғы жәшік бар ғой, соның секілді цветлі сондай упаковка болады. Біз Қытай ішінде заттардың көбінесесі. Ал Қазақстанға, шетелге шығарған заттардың сыртын цветлі қылып жөндеп, әдемілеп маркасын қойып солай істейді. И заводтан шыққан саяқ міндетті түрінде штук не болады. Мынандай немен болмайды, формамен болмайды. Оны өзіміз құрастырып, қанша адамға арнайған, 6 адамға, 8 адамға арнаған деп өзіміз жасаймыз оны комплегін. Сосын ол комплегінің үлкен кішісіне, формасына қарай упаковканы заказ беріп, соны жасаймыз. Түсінікті. Жұлдыз ханым, мысалы, сіз мысалы қасық тауып беру, мынандай ыдыс тауып бер деп ол жақтан заказ береді ғой, мысалы, елден, Қазақтан да, мысалы. Сіз соған осындай пәленбай шақырым келесіз, жүресіз, керек болса тұрады екенсіз да, мысалы. Оның мысалы шығындары барлығын қалай есептейсіздер? Біз негізі әзірге дейін клиенттерімізбен жұмыс істеп келе жатқанымыз общий сумманың 3%-ін ұстаймыз. Басқа қосымша шығынын не алмайсыздар ма? Жоқ, есептемейміз. Ал енді зат іздеген кезінде, заказ берудің алдында біз барып келу, машинаныкі, бензині и о жерде тұрғанымыз оны көтереді клиент. Міндетті түрінде көтереді. Өйткені білмейміз ғой, заказды ала ма, істей ма, істемей ма, и бағасы келе ма, келмей ма деген секілді. Сол үшінге заказ берудің алдында біз міндетті түрінде барып келген ақшамызды оны санаймыз. Бензин ақшасын, жеген-ішкен тұрғанымызды санаймыз. Бірақ енді әрине маған да жақсы тез-тез тауып, тез-тез қайтып кету. Соған одан не уайымдамау керек. Ешқандай затты тауып, заводты тауып біз бір рет емес, бірінші рет емес келіп отырғанымыз. Білеміз, наверное, қай маңдан тауға болатын бізге. Тесті заттарды. Тамаша, мінекі осылай ризам жалпы Жұлдыз ханым, қалай бар солай ашып анық қылып айтып жатыр. Яғни ешқандай бүкпесіз. Уайымдайтын ештеңе жоқ, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай. Ең басты тәжірибе бар. Іздеуден болсын, тауарлардың сапасын таңдаудан болсын, қандай заводқа қандай обращение жасау керек. Ең басты олармен қалай келісу керек, қалай сөйлесу керек, олар қалай сындыру керек. Ол жағынан да үлкен 10 жылдан астам былай айтқанда тәжірибесі бар кісілер. Сізді мысалы өзіңіз бар оқудан келіп алып жүрген болуыңыз мүмкін да. Ал сіз тікелей Жұлдыз ханымның өзінен шығатын болсаңыз, әлдеқайда арзанға табу мүмкін деген сияқты. Немесе тек қана Қазақстанның аймағында емес, ары қарай Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, Ресейге шығарсаңыздар да өзіңіздің еріктеріңіз.
әлдеқайда тиімді бағада. Солай ғой? Иә. Баға деген салыстыру керек. Бірден ала салып, бірден заказ бере салу ол шындық емес, өтірік сөз ол. Бізде барлық жерде сондай. Қандай мемлекет болса да заттың бағасын, качествосын бәрін салыстырамыз. Әрине барлықтарыңызға өздеріңізге ұнайтын бағамен, качествомен затты іздеуге тырысамыз. Завод емес, олар склад, заводтардың ішіндегі заттарды алып келіп, андай қалған заттарды әкеліп жияды да, сосын андай ауылдық, арзандау сатылатын базардар болады ғой, соларға оптомға тарқатады. Бұлар енді үлкен заказдан қалған қалғыттық зат дейміз, үлкен заказдан қалған парша артығымен жасайды ғой енді заводтар. Сол артығымен жасаған заттардың бәрін үстіп тиіп складқа алып береді. Мынау болса завод міне. Көрдің ба? Анау құйма. Ортасында сұр цветтік. Пиндода жайлы жаңағындай дұрыс емес пікір естіп қалдым да, осы Пиндода ең жаңағы қалдықтардың ең нашарларын сатады деген сияқты, солай ма? Жоқ, ол өйтіп вообще барлығын солай деп айтуға болмайды. Неге дегенде Пиндоданың үстінде кейбіреулер завод болуы мүмкін. Олар бірақ бір система істейді, олар бірінші талын бермейді. Өте арзан. Реклама же сондайның орнында, рекламның орнында арзанға сатады. Тағы да өте төмен, өте арзан заттар, олар мүмкін қалдығы бола ма, мүмкін зат жетпейді. Парша қалған ұсақ заттарды сата салған болуы мүмкін. Енді барлық сайттың ішінде жақсы нәрсе бар, жаман нәрсе бар, оны бір ауыз сөзбен мынау жаман, мынау жақсы деп айтуға болмайды. Енді қандай сайтта зат алса да ойланып, парық қылып алу керек. Елу бірден набор, 48 набор деп әр түрлі осы хит болып тұрған тауарлар қазір Қазақстанда. Именно осындай алтын линиясы бар. Иә, біз өзіміз қазақпыз ғой, жақсы көреміз ондай алтын болып үйдің ішін жарқыратып отырған дастарханның сәні ғой негізі. Жап-жас жігіттер. 2000 жылғы, 2001 жылдықтар екен. Бұл жақта семейный бизнес, яғни әкесінен қалған кәсіпті қарай жүргізу. Мектепті 9-шы классқа дейін оқиды, болды ары қарай уже жұмысқа кірісіп кетеді. Осы әкесінің, жанұясының кәсібін ары қарай жалғастырмай баспайды. Барлығы жас жігіттер. Құрметтің белгісі темекі ұсыну. Егер темекі ұсынса, сізді сыйлап тұр деген сөз екен. Мынандай ма? Өзі күшті болып тұрсын. Осылай тікелей видеозвонокқа шығып, телефон арқылы не бар, не жоқ, қандай тауардың түрі бар, қайсысын қалайды клиент, соны көрсетіп отырып, қалағанын таңдап, саудаласып, келістіріп береді екен. Жалпы жұмыс жасау процесі мен осылай екенмен барған сайын түсініп жатқаным, ол киім болсын, басқа тауар болсын, онлайн дистанционно Өзбекстанда, Қырғызстанда, Қазақстанда отырып, видеозвонокқа шығып, мынау керек, маған кішкене мынандай өзгеріс берсе деген сияқты таңдалғаннан кейін барып отырып келіссөз жүргізіп жатырмын. Мен қазір клиенттерге керекті
набордарды жазып отырмын да. Неге десеңіз, заводта өте көп түрлі-түрлісі, бірақ біздің укусымызға келетін түрлері аз да, соны алдында есептеп жазып аламын. Сосын бір-бірден бағасын сөйлесеміз. Біріншіден не үшінге бұлар жазып алады дегенде, общий естен кіресі бағасын сұрасаң дұрыс баға бермейді. Біріншіден өзің алатын талдайсың. Екіншіден упаковкасын сұрайсыз. Біздің Қазақстанға, біздің қай жерге шығатын болсын, шетелге шығатынға біз орны аз болу керек. И жақсы упаковка істеу керек. И цветлый упаковка болу керек. Мысалы, мына секілді көрдіңіздер ме? 39 набор ғой өзі. Осылай жасау керек. Соларды бәрінің алдына сөйлесіп істеген кезде бір жақсы жері бұлар ойланады. Мынау постоянно ыдыс-аяқ салып жүрген адам, түсінетін адам дейді да. Бір жағынан бізге жақсы жері ол бағаны албатты бермейді. Солай, өзіңнің керекті нәрсені талдаймыз. Екіншіден анасын сұрайсың, мынасын сұрайсың, качествосын сұрайсың, қанша күнде жасайтынын сұрайсың. Заводта даяр зат бар ма, жоқ па? Даяр зат бар мен жоқтың өте үлкен farqы болады. Солардың бәрін сұрап. Дайыны қымбат бола ма? Жоқ, даяр тұрғаны негізі олар тезірек шығаруға жақсы көреді да, не складта орнын алып қалады. Соған мүмкін арзандау сөйлесең де бере салады. Ал енді заказ беру үшін объем болу керек. Бағасын түсіру үшін объем болу керек. Негесең ол үлкен станок бір қозғалғанда ең аз дегенде неше мың талдан, штуктан болмаса, олар төгі болсын, жұмыскері болсын, оған не істетпейді. Соған өздері айтады, әрқандай заводтың өзінің линиясының үлкен кішіне қарай, өздері айтады, ең аз дегенде қанша набордан бастаймыз деп. Олар айтып отыр да, ең аз дегенде бір набордың, бір түрлі, бір цветтен 500 комплекттен жоғары деп отыр да. Сосын біз азыр олармен қалай айтып отырмыз дегенде, если мына секілді гүл болса, астында түбіндегі түсі ұқсас болса, үстінде тек қана гүлі ұқсамайтын болса, онда соны ақылдасып отырмыз, 500 набордың ішінде екі түрлісін бәрін салып берсін деп. Солай істеуге болады да, енді бірақ түсі ұқсамаса, оны амал жоқ ол басынан бастап жасалған несі ұқсамайтын болғаннан кейін, оны амал жоқ ол сол олардың айтқан наборына жеткізу керек. Кішкене болса да бір өзгеріс жасап берсін деп айтып жатсыз ғой. Ол неге десеңіз, міндетті түрінде барлық адам 500 набор ала қояды деп айта алмаймыз. Қаншама клиенттер бар, олар да алаңдайды ертең 500 набор бір түстен алып алып, оны ертең сатылмай қалса, тұрып қала ма деп. Оларға да жеңілдік, өзімізге де жеңілдік. Соған ақылдасамыз заводқа. Болса, даяр тұрған зат болса, онда тіпті жақсы болады. Қанша болса, 100-ден жоғары ала береміз. Әлемнің түкпір-түкпіріне ыдыстар кетіп жатыр ғой мына жерде. Араб мемлекеттеріне, түріктерге жалпы кімнің қандай өзінің логотипі бола ма, қандай жазумен жазу керек, сондай коробкаға салып, как болады, сөйтіп салып жүреді екен. Мынау склад енді өте үлкен. Саған бір стакан, тез уақытта подарок. Бұлар бәрін өзі қалған заттар ғой. Мына қалып қойған заттары ма не? Сондай да алған. Салам. Имда что дөрі мәлі қашты. Көріңіздер, өте әдемі. Европаға жаңа жылдыққа заказ берген заттар екен. Қазір олар қалды. Артығымен жасайды ғой, ешқашанда заказдан артығын жасайды. Сосын қалған заттарды осылып үйіп қояды да. Осылып жасап, сосын поддонның үстіне тоннасымен қойып қояды. Сосын тоннасымен осы жердегі сататын, парша сататын кісілерге жібереді да. Сосын бір тоннасы, наверное, қазір Қытайдағы бағасы 4000 юанның айланасы болып тұр. Бір контейнерге негізі 26-27 тоннадай салынады деп отыр. Бұны Қазақстанда кісілер де бар екен алып отырған. Олары талдап, осындай, сосын барған екен өздері бөліп, өздері разный қылып сатады екен. Оптом сататын магазиндарға тарқатып береді.
мынандай түрлі рең менен косулганда ол калдык заттар. Ал эndi мына секилди бааны бир түспен чыккандар, олар мына заводдон өздөрү жасап отурган дейсиз. Көрдүңүздөр мындай. Мына мына не стакан методунда стакан секилди жасалган. Мына түрлүсүмен. Булар оксос. Көрдүңүзбү? Бир катары бир поддону баары оксос. Буну сол зат кылып, калдык затка коймайт да, зат кылып сатат. Калдык заттар не істейді? Салонда тоже сатат, сатканмен бирок оны тонналап сатат. А мынадарды штукми. Кварталдын багасымен деп сатат. Духовкага да салга болот, ана микроволновкага да салга болот. Андай торт жасайды го үйдө, соған салга. Варенье бірдеңе салга да болот. Мындай сауда район болса, кейбір магазиндерге кіргенде естен кіре салганда тамда сурети тур, астында бірдеңедер коюп коёду го. Ал ол болса, сауда райондагылар көбүнесе ол акча чакыратындар. Оларга күндө жакшы не кылып, сыйлап, оларды курмет кылса, олардан да жакшылык кайтат деп сондай эсептейт олар. Мынандай ауылдықтың ортасында мынандайдар болса, көбінесе семья байлық, тыныштық, бала шаға толы, мол болсын, сондайға келеді. Мысық, қолын бұлғап тұратын мысық бар еді ғой? Ол негізі ең ерте кезінде ол Япониядан келген нәрсе. Жапониядан келген нәрсе. Олар мысыққа қолын бүйтіп тартқан сайын ол чақырып тұр ғой бұлай. Со қытайша аты жау саймау дейді, оны ақша шақырған мысық дейді. Бір қол осып алып тұрады ғой, сондай істегенге соған соны көбінесе кассаның үстіне қойып қояды ғой. Ақша кафе болсын, магазин болсын, сондай кассасы жоқ. Ол қолы постоянно осылай қозғалып тұрады. Ол сол ақша шақырып тұрған белгісі. Жаңа ғана Жұлдыз ханым сақтандыру мақсатында бір оқиғаны айтып беріп жатыр. Осы кеше жақында ғана болған. Қазақстандық бір кісілер заказ береміз деп Жұлдыз ханымға тапсырыс береді. И ол Жұлдыз ханым заводтың бәрін тауып, келістіріп заказ беріп қояды. Соңында қомақты қаржыны басқа жақтан арзан жер тауып, ол кісілер басқа жаққа беріп қояды ғой. Соңында не ақша жоқ, не тауар жоқ, не зат жоқ. Мына жақта Жұлдыз ханымды завод мазалап жатыр. Ана кісілер ақшасынан айырылып қалған, не тауарда жоқ, сөйтіп сондай жағдайлар болып тұрады екен. Яғни алаяқтық, үлкен ақша жер бар жерде, алаяқтық бір жағдайлар әбден болуы мүмкін. Ондай нәрседен Жұлдыз ханым айтады да, өте арзан нәрседен өте қауіптену керек, сақтану керек деп жатыр да, шыны керек. Шынымен өте арзан болып баратса да, бір ол жерде бір үлкен не деген батпан құйрық дейді ғой қазақта. Сондай бір батпан құйрық жатқан болуы мүмкін. Сондай нәрселерден де аулақ болу керек, алдын алу керек. Істеп жүрген адаммен, көз көріп жүрген адаммен, алдын істеп жүрген адаммен, сенімді адаммен істескен әлде қайда жақсы ғой. Бір рет көз жеткізген адаммен деген сияқты. Ал кеше жақында келіп, ақшаңызды 10 ораймыз, 10 рет айналдырамыз, пәленбай теңгені пайдаға қарқып қыламыз деген адамдардан барынша аулақ болу керек. Солай ма, Жұлдыз ханым? Қалай болды, қалай аяқталды? Жемісті болды ма? Келісе алдыңыздар ма? Негізі бағасына дұрыс келісіп тұрмыз. Жол ақшасын санау керек. Қазір оны сразу өзін заказ беріп сап ертеңгі жол ақшасы қылмақ болса, ода да болмайды. Өзі Қазақстанға бізде көбінесе зат салған сайын екі проблема. Бірі болса заттың ақшасы, екінші болса біздің транспортының ақшасы, жол ақшасы ғой. Қазір тек қана заводпенен бағасына келістік. Тек қана заттың ақшасына.
Енді барып өзіміздің каргоға барып есептейміз оның кубасы. Например, 500-да бір болса, қанша ақша болады, соның бәрінің кубасын санап, содан оны айту керек бағасын. Оны вообще бәрін қосып, и әрбір комплектқа бөлінгенде қанша ақша болады, соныменен Алматыға жеткен бағасын айтсақ, клиент сол кезде не айтамыз, төте түсінеді да, былай айтқанда. Сол үшінге тек бірінші басым бұл әзір. Тек заттың тауып, заттың бағасына келісу. Бірінші этаптағы жұмыс бітті дейсіз ғой, Иә. Енді бағасын есептеу, жол ақысын, одан кейін жалпы жіберу, күтіп алу. Сосын тағы да бір не бар, ортасында не бар дегенде, бұл бағасын объемына қараймыз да. Қазірше, пока бұлар тікелей заводқа шыққан екен, завод ол саған магазиннің бағасын айтпайды. Бұл бәрібір заводтың бағасын айтады. Бірақ ортасында бар ма? Бар. Тағы да жақсылап саудаласуға болады. Азырақ, енді онда көп болмайды, енді қандай демеймін, ол завод қой тікелей. Оған келісу үшін объемды алып келу керек. Сонда айтасың, мынандай түрден біз осында 500 штук, мынадан 1000 штук. Сол кезде қалай бересің. Жолы доставкасы, если заводтан и біздің складқа дейін, каргоға дейін жеткізетін ортасында доставкасы бар, соға дейін бәрін көтере ма, көтермей ма, отырып тағы да оны сөйлесу керек. Қазір пока енді өзіміздің, например, объемменен бағасын білді. Екінші басы, енді клиентке бағасын беріп, олар ойнасып, өздерінің объемменен, өздерінің базардағы бағасын салыстырып, содан кейін өздері айтады, мынау қымбат, или мынау арзан, или мынау дұрыс, мынау болмайды деп. Содан кейін ол сол барлық сұрақты алып алып заводқа келіп, тағы да сөйлесуге болады. Бұл кезде енді заводқа келмесек те, бірінші заводтағылармен бір кезігіп танысып алғанымыз ең бірінші дұрыс сортымызды. Бізде қытайлар айтады, адамның бетін көрмегенше ол сенбейді сенің заказыңа. Телефонда қанша сөйлейсің, айтасың, ода саған натуральный дұрыс бағаны айтпайды. Ал енді былай отырып, сөйлесіп, бір жағы ол адамның характерінде білесің, мінезі қалай адам екен, қатты сөйлейсің бе, или жұмсақ сөйлеу керек па, өзіңде, например, көңілде болады ғой. Содан кейін екінші рет баға сөйлескен кез болсын, транспортын сөйлесу болсын, жоқ барысы болсын, жоқ әлде ақшаны төлеу барысы болсын, өзде сен білесің қалай онымен сөйлесу керек екен. Тамаша, енді бүгін кәдімгідей жақсы ақпаратқа толы видео болды деп ойлаймын. Өткендегі көрмеде көрсеткен ақпараттар бар. Бүгін заводқа барған толыққанды процесті көрсетіп шықтық та, мысалы, клиент заказ бергеннен бастап, оны сұрау, заводты іздеу, тапқаннан кейін сол заводқа бару, онымен сөйлесу, несін табу, тілін табу олармен да. Одан кейін таңдау тауарды. Таңдалғаннан кейін келісу бағасын, количествосын келісу, сапасын тексеру. Одан кейін барып каргосын есептеу, жол ақысын есептеу. Одан кейін барып клиентке барып айту, клиент ақшаны аудару, мына жақтан ақшаны шешіп алып заводқа төлеу. Барып тұрған кәдімгідей үлкен шаруа, үлкен жұмыс. Жұлдыз ханымның қазір жұмысын, еңбектерін өз көзіммен көріп түсініп отырмын. Осы процестерді енді толыққан сіздерге көрсетіп шықтық деп ойлаймын, басынан аяғына. Енді сіздерге аз да болса да түсініктірек болады енді. Осы алдағы уақытта Жұлдыз ханыммен болсын, Жұлдыз ханым сияқты кісілермен жұмыс жасайтын кезде осы нәрселерді сіздер білетін боласыздар, ескеретін боласыздар енді. Айтқандай, каналға тіркеліп кетіңіз. Қаншама еңбекпен ақпараттар беріліп жатыр да, пәленбай шақырым жүріп деген сияқты. Соны бағалап каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, керек адамға, осы ыдыс-аяқ темасы керек адамға осы видеоны жіберіп қойыңыз, тарқатыңыз. Келістік па?